алгебралық бөлшек және оның қасиеттері. Құрметті оқушылар, каналға тіркеліп кетіңіздер. Ал біз мына тақырыбымызды бастаймыз. Алгебралық бөлшек дегеніміз жалпы бөлшектің бөлімінде қандай да бір айнымалы қатысатын болса, оны біз алгебралық бөлшектер деп атаймыз. Бұл жерде бөлімінде болу керек, міндетті түрде. Мысалы, біріншісінде 2 бөлу x, алгебралық бөлшек. А азайту 9 бөлімінде 1 плюс 3а. Бұл алгебралық бөлшек. Үшіншісі y плюс 2 бөлу 7 y-іміз алгебралық бөлшек. Ал мына соңғысы бұл алгебралық бөлшекке жатпайды, өйткені бұл бөлімінде айнымалы жоқ. Алгебралық бөлшектердің негізгі қасиеттері бөлшекті алымы мен бөлімін бірдей санға көбейтуге және бөлуге болады. Алгебралық бөлшектерді қысқартуға мына тапсырмаларды қарастырайық. 21y бөлімінде 3y квадрат алым мен бөлімін қысқартуға болады. Бірінші мына сандардан бастайық. 21 және 3. Алымында бөлімінде 3-ке бөлейік. 21-ді 3-ке бөлсек 7 болады. 3-ті 3-ке бөлсек 1. Ал мына жақта y квадрат. Бұл екеуін қысқартуға болады. Мына y квадрат дегеніміз бұл y көбейту y деген. Соның мына 1y мен мына y-ті қысқартсақ болады. Яғни мына 2-ке былай бір сызып қойсақ жеткілікті. Сонда бөлімінде 1y қалады. Мына 1-ді жазбасақ та болады, коэффициент. Ал алымында 7. Жауабы 7 бөлу y. Келесі. А квадрат минус 9 бөлімінде AB плюс 3B. Бөлшектерді қазір қысқартуда мына А квадрат пен Аны 9 бен 3-ті қысқартуға болмайды. Қысқартамыз тек қана көбейткіштерге жіктеп, содан кейін бар қысқартуға болады. Тең алымын қалай көбейткіштерге жіктеуге болады? 9 деген бұл 3-тің квадраты. Сонда А квадрат минус Б квадрат формуласын қолданамыз. А минус 3, А плюс 3. Бөлімінде Б деген ортақ көбейткішті көріп тұрмыз, соны жақшаның сыртына шығарамыз. Б, А плюс 3. Көбейткіштерге жіктедік. Мына екі жақшаның арасында көбейту бар, және мына жерде көбейту амалы бар. Қысқартқанда енді полностью жақшаны қысқартамыз. А плюс 3 толығымен А плюс 3 пен қысқарады. Тең А азайту 3 бөлімінде Б. Келесі тапсырма. А квадрат минус 1, 1 минус А. Бұл жерде де дәл солай А квадрат пен Аны 1 мен 1-ді қысқартуға болмайды. Өйткені азайту амалы тұр. Міндетті түрде көбейткіштерге жіктеуіміз керек. Бөлімін көбейткіштерге жіктей алмаймыз. Дәл солай қалады 1 минус А болып. Ал алымын А квадрат минус Б квадрат формуласын қолдансақ болады. А минус 1. Келесі жақшада А плюс 1. Енді А минус 1 және 1 минус А бұл екеуін қысқартуға болмайды, өйткені орындары ауысып кеткен. Оны біз былай жазсақ болады, оқушылар. Мынау алымындағы А минус 1-ден минус таңбасын жақшаның сыртына шығарсақ болады. Сол кезде бұл 1 минус А болады. Келесі жақшада А плюс 1-ді көшіріп жазамыз, ал бөлімі солай қалсын. Міне енді қысқартуға болады. Мына бөліммен алымындағы бірінші жақшаны толығымен қысқартсақ, сонда минус А плюс 1. Немесе минус А минус 1 егер жақшаны ашатын болсақ. Жауабы осы. Келесі мына тапсырмаларды өздеріңіз орындап шығыңыздар. Каналға тіркелуді және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Амандықта жүздескенше.